Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз керемет тері күтімін жасаймыз. Ботокстан миллион есе күшті әжімдер мен майда сызықтарды кетіретін маска мен тоник жасаймыз. Ол үшін бізге бір ас қасық кептірілген түймедақ жапырақтары, яғни ромашка керек. Үстіне 200 мг су құйып, баяу отта 5 минут қайнатамыз. Түймедақ терінің серпімділігін арттырады, жасартады, балғындық береді, әжімдердің алдын алады және әжімдерді жоюға көмектеседі. Дайын болған түймедақ қайнатпасын сүзгіден өткізіп 50 мг дайын аламыз. Үстіне 10 тамшы лимон шырынын қосып араластырамыз. Дайын болған түймедақ тонигін құтыға құйып аламыз. Бұл тоникті тоңазытқышта 15 күнге дейін сақтауға болады. Бұл ромашка тонигімен күнделікті бет теріңізді таңертең және кешке сүртсеңіз болады. Енді қалған түймедақ қайнатпасына бір ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Жүгері крахмалы бетіңіздегі артық майдан тазартады және бетіңізді тартып әжімдерді азайтады. Дайын болған қоспаны ыдысқа құйып, баяу отқа қоямыз. Үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз және жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Дайын болған маска негізін сәл суытып, ыдысқа құйып аламыз. Маска негізі жылы күйінде үстіне жарты шай қасық кокос майын қосып араластырамыз. Және 10 тамшы жүзім майынан қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 10 күнге дейін сақтауға болады. Бұл масканы аптасына 3 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып жарты сағатқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Көргеніңізге рахмет, сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.